Баршаңызға сәлем, есімім Санжар және бүгінгі видеода ИМТ немесе дене салмағының индексын есептеудің екі жолын көрсететін боламын. Бірінші тәсіл ол дайын формула салып есептеу. Ол үшін бой мен салмақты бөлу қажет. Менің салмағым 73 кг, ал бойым 179 сантиметр. Оны біз 1,79 метр деп аламыз. Сол арқылы бойды біз екі еселеп, оны салмаққа бөлеміз. Ол былай болады. Екінші тәсіл ол қарапайым онлайн калькулятор арқылы есептеу. Оның ссылкасын мен төменге қалдырамын. Жалпы ИМТ дегенде біз поликлиникаға барғанда естіп жатамыз. Ол не деген сұраққа жауап беретін болсам, ол біздегі артық салмақтың бар жоғын білу. Ол егер 18-ден төмен болса, ол массаның жеткіліксіздігі, 18-де 5-тен 25-ке дейін норма, ал 25-тен жоғары болса, ол уже артық салмақ бар дегенді көрсетеді. Менде 22-де 8 болып шықты. Өзіңнің ИМТ-ыңды есептеп, төменге комментарийға жазып кет.